Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Ораза ай құтты болсын. Ораза ұстап жатқан ниеттеріңіз қабыл болсын. Баршаңызды тарих тағылым арнамызға қош келдіңіздер деймін. Бүгінгі сұхбатта Маңғыстау облысының белгілі ақыны Қадыр Сәрсен ағамыз қонақта. Аға, ақындық қабілетіңізді, өлең жазатыныңызды білеміз. Ал кез келген адамды мейлі ол ақын болсын қоғамнан бөліп қарауға болмайды. Қоғамға деген көз қарасыңызды білсек. Рахмет. Жалпы қазір мына ораза айында өткізіліп жатқан сұхбат деуге болады екен. Сондықтан барша қазақстандықтардың бірінші мына ұстап жатқан оразалары, жасап жатқан құлшылықтары қабыл болсын деп бастайық. Қоғамға келетін болсақ, қоғамнан өзің айтқан жаңа ақын болса да, басқа қандай да бір адам болса да қоғамнан бөліп қарауға болмайды. Ол осы қоғамменен біз біте қайнасып отырып өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан кез келген адамның қоғамға деген көзқарасы болуы мүмкін. Біздік қоғамға келетін болсақ, біздің шалдарымыздан өте бір жақсы сөз қалған. Ол сөз айтады, шалдар айтады: әр заманға бір зауал дейді. Немесе қоғамына қарай адамы дегенде әңгімелер бар. Шалдарымыздан қалған әңгімелерде. Осы ол әр заманға бір зауал дейтіні, мысалы кешегі Кеңестер империясының қолтығынан шыққан мемлекетпіз ғой. Ол кезде біздің замандастарымыздың бәрі кеңестік тәрбиені көрді, кеңестік құдықтан су ішті, кеңестік астаудан тамақ жеді. Оны жасыра алмайсыңдар, жасыра алмаймыз біздер. Ол тарих. Тарих ешқашан өшпейді, солай қалады. Ол заманды да жатып алып, қазір біз жамандауға ешқандай біздің правамыз жоқ деуге болады. Себебі біз сол қоғамда өмір сүрдік, бізді сол қоғамда әке-шешеміз өмірге әкелді, өлтірмей, мәпелеп, білім беріп, қақпайлап адам қылды. Сондықтан біз ол қоғамның жаппай жамандауға келмейді. Ол қоғамның да өзіндік зауалы бар. Адамдарға сондай тепе-теңдік берген қоғам, барлық затты арзан қылып қойған, барлық затты бар қылып қойған адам, бай мен кедей деген ұғымды жоқ қылған қоғам. Енді тек қана ол қоғамның енді зауал жағына келетін болсақ, әрине мұсылманшылықты, қазақ баласының ұлттық танымын, Құдайға деген сенімін жоқ қылып, жайлап жоқ қылып келе жатты ол қоғам. Енді оның бер жағында кеше 93 жылдары біз тәуелсіздігімізді жариялаған кезде әрине қуанбаған қазақ баласы жоқ. Барлығы да бөркін аспанға атып қуанды. Қуану себебі біз енді еркін көгінде самғайтын қырандай бір сондай халық боламыз, сондай мемлекет боламыз деген ой болды бәрінде де. Себебі біз осы тәуелсіздіктің жолында қанша құрбан болған. Мынау кешегі жоңғар, қалмақ соғыстарын, оның қасында кешегі осы өзіміздің Маңғыстаудың мына Айладыр Жәуміттің сарбаздарымен соғысының өзінің астарында осы мемлекетті, осы Маңғыстауды алатын болсақ та, осы Маңғыстауда менің ұрпағым еркін өмір сүрсін деген ар жағында өзінің түсінігі қалыптасқан еді. Ал біз енді ол өз алдына бір тақырып қылып жіберуге болады. Оны мына енді қоғамға деген көзқарас. Қоғамға деген көзқарас әрине көп нәрсеге бір жақты қарауға болмайды, жалпы екі жақты қараймыз. Бұл жақсы жағында айтып, көп заттар айтуға болады, жаман жағында айтуға болады. Неге? Бір жігіттің ұмытып отырмын, бір сөзі бар еді. Мына үйдің терезесін ашқанда таза ауамен бірге шыбын-шіркей де кіріп кетеді деген. Сол сияқты біз кеше тәуелсіздігімізді алдық деп жан жағымызды ашық қалдырып алдық.
тәуелсіздігімізді алған жылдар жан жағымызды ашық қалдырып алдық. Мынау Европа мәдениетін, оның үстіне Қытай экспансиясы дейтін бәлелер бар. Сол ең қауіптісі келді, біздер мұсылман боламыз деп араб дінінің фундаментализміне құшағымызды ашып жібердік. Дінменен ешқандай сауатымыз жоқ адамдар келіп мұсылман боламыз деген ой қалыптастырып алдық та, соның қазір зардабын тартып атқан қоғам бұл. Сосын бір келісе алмайтын жерім менің қоғамға осы біздің өткеннен сабақ алмайтынымыз көп ойландырады. Себебі Абай қазақ данышпан ғұлама деп таныған Абай хакім бір сөзінің ішінде партияға бөлінген өңкей қиқым дейді. Қарап отырсақ, қазір менің өзім қабылдай алмайтын нәрсе, бір мемлекеттің, бір қоғамның, бір ұлттың адамдары ана партия, мына партия деп бөлініп кетті. Мына дін, ана дін, менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес деген тағы бір. Ол қашан бірдей көзқарас қалыптасады? Әртүрлі партияда, әртүрлі дінде жүрген адамда бірдей көзқарас қалыптаса ма? Бірдей көзқарас қалыптаспай тұрып біз мемлекеттің идеологиясын қалай табамыз? Мені толғандыратын мәселе осы. Мен бұл жөнінде мына парламентке сайланған депутаттардың алдында да, парламент мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов мырзаға да осылай отырып өз пікірімді, өз ойымды айтқанмын. Айтатын жерінде айтып жүрмін, тартынып қалып атқан жоқпын. Өзімнің жеке пікірімді айтам, себебі мүмкін менің жеке пікірімнен бір қоғамыма пайдам тиетін шығар деп ойлайды. Әр адам болғасын жерде өмір сүріп жүрген қоғамының жақсы болғанын жақсы көреді. Солай емес пе? Сен де жақсы көресің, бәр адам сол жақсы көреді. Сондықтан жақсы болған жағын ойлаймыз. Аға, осы дін демекші, сіздің дінге деген түсінігіңізді, яғни ой пікіріңізді білсек. Дін деген бұл өте бір нәзік тақырып, сосын өте қорқынышты тақырып. Себебі дін дегенді өзі мына ғылымы, діннің ғылымы теолог мамандардың жұмысы, теолог ғалымдардың жұмысы дін деген. Біз дінге деген көзқарасты Маңғыстаудың адам болғасын қалай қалыптастырдық? Дінге деген көзқарасты. Осы біздің құттақандай тұрған бейнеуіміздің өзінде мына жерде бәрің білесіңдер, пірдің соңы бекеттің мешіті бар. Оның ар жағында бір 25-22 километрде жүргеннен кейін Ақбота Ерсарақұнның мешітінің орны бар. Бұл кісі Иранға кетіп, Иранда өлген кешегі репрессияның кезінде. Одан бәрің білесіңдер, ана Аш-Шағардың бойында Ақтау трассасының жағасында Ақбота Көркембай ақынның 30 күмбезді мешіті бар. Бұл енді біздің мына Құбыла бетімізді алсақ. Енді мына арқа бетімізге келетін болсақ, мына жерде 18 километрден басталады, Құлантысай дейтін жерде Қараш Байғұлғажының бала оқытқан мешіті бар. Реставрация жасалып, орнына қалпына келтірілді қазір әдемі болып. Енді одан былай 10 шақты километр жүрсең, мынау Қарабұлақ деп жүрген жеріміз, баяғы Совет үкіметінің кезінде пионерлер лагері болды. Дәл сол жерде Көшкі Жеменей Айтқұл Ишанның медресесінің орны болды. Одан тағы ар жағында Ақшалға келсе Құлбас, сөйтіп біздің осы Сам өңірінің өзінің бәрі мешіттер менен медреселердің орындары. Бұл не деген сөз? Біздің ата-бабаларымыз ислам дінін қабылдады. Біздің ата-бабаларымыз сол ислам дініне қарай ұрпақ тәрбиеледі. Ата-баба тәрбиелеген жерде әрине біздің қаншама жыршы жырауларымыз бар, бізге ата-бабамыздың жүріс-тұрысын жырға салып көрсетіп кетті. Соның ішінде
сенің жаңа айтып отырған біздің дін деген нәрсемізге де түсінік беріп кетті ата бабамыз. Біз сондықтан Маңғыстаудың әрбір перзенті одан хабары болу керек. Мына мен бір нәрсе есіме түсіп отыр. Дін дегенде осы ертеректе осы революцияның алдында Францияның бір миссионерлері осы далаға келіп, қазақ даласына келіп, миссионерлер дейтін енді жаңағы басқа дінге кіргізушілер ғой. Солар осы қазақтарды дінге кіргізе алмай кеткен революцияның алдында. Неге деген сұрақ туындаса, бұл халықтың дәстүр, жоралғы, ырымдары күшті екен деп айтты дейді. Салт дәстүрге мықты екен. Одан ауытқымайды бұл халық. Өздерінің қалыптасқан қағидасы бар, салт дәстүрі бар, ырым дегендері бар. Ырым дегендері бұның мәдениетке келетін нәрсе екен. Бұларды ешқандай дінге кіргізе алмайсың деп кетті. Біз келдік те жаңағы айтып отқан кешегі жан жағымыздан анталап Европа мәдениеті, Қытай экспансиясы, араб ваххабизмі дегендер кірген кезде біз салт дәстүрге көңіл бөлінбей қалды да, салт дәстүрді білмейтін ұрпақ кешегі оған кеңестік империяның да қатысы бар салт дәстүрден айыруға. Орысша көп оқылып кетті, орысша көп тәрбиеленіп кетті де, біз салт дәстүр дегеннен айырылып қалған кезде оңай біз әлгі айтып отқан біздің жаңағы ваххабизм, салафизм дегендерге жем болдық. Оңай жем болдық. Салт дәстүр деген біздің неміз? Салт дәстүр деген әрбір ұлттың салт дәстүрі болады. Салт дәстүр адам баласының жер бесіктен тал бесікке жеткенше өмір сүру қағидасы. Жазылмаған кәдімгі ол шартты қағида, теориясы десе де болады. Салт дәстүрсіз өмір сүру ол қорқынышты нәрсе. Салт дәстүрсіз өмір сүрсек біз ұлттық кодымыздан айырылып қаламыз ғой. Сондықтан мен дін деген нәрсені қайткенде де біз салт дәстүрмен ұштастыра отырып түсінуіміз керек. Салт дәстүрсіз болмайды. Жалпы дін дегенді көп адам енді айтып жатыр, жаңағы мен бәрі қызығам, уағыздарды тыңдап қараймын, молдалардың, имамдардың. Бізде қалай? Бізде келетте бір жерден оқу бітіріп келген молда, жақсы бір Нұр Мүбәрактан бітірді дейді, жақсы Түркиядан оқыды дейді, Пакистаннан оқып келген дейді, молда келетте бізге сабақ береді балдарға. Сабақ береді, олар бір бісмілладан уағыз айтқанда пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам деп бастайды. Сосын Құранда бүйтіп жазылған дейді, хадисте бүйтіп жазылған деп, біз осы кішкентай ғана бір шеңбердің арасыменен баланы дінге қарап сүйрейміз. Менің ой пікірім не айтады? Жоқ, біз тағы қателестік осы жерде. Өзің ойлап қара. Жаңа үй салған кезде фундамент керек қой. Фундамент мықты болу керек қой. Ал дінге қарай бала тәрбиелегенде де, қай тәрбиемен тәрбиелегенде де бірінші біздің фундамент деген нәрсе бар ғой. Фундаментін қоюымыз керек қой. Оған бірінші өзін танытуымыз керек қой. Өзін тану керек қой. Адам өзін танымай тұр, Құдайды танымайды ғой. Қарапайым мәселе. Адам өзін танымай тұр, Құдайды танымайды ол ешқашан. Мысалы, Конфуций дейтін Қытай ғұламасының сөзі бар. Жеті атасын білмеген адам шошқаға дін не керек дейді мысалы. Сойтқандай бірінші біз ұрпағымызға осы жаңағы айтып отқан қаншама әулие шалдарымыз бар, қаншама мына жердегі мешіттерде болған сабақтары өтілген, ол қандай сабақтар берілді, біздің қақсап кеткен кешегі, қайтартпай кеткен қашағандарымыз, кешегі тонау абылақтан нұрымдарымыз, болмаса күні кеше өмірден өткен ұзақбай сүгір шамғұлдарымыз, сәтті құлатам мына тұщықұдықта жатқан біздерге не айтып кетті? Не үшін солар қақсап кетті осының бәрін? Құдайға жетектеді соларда, адамдар тәрбие берді, Құдайды қалай табудың жолдарын айтты. Ал біз осы шалдарымызды, осы әулие шалдарымызды, өзіміздің әулие шалдарымызды өзіміздің ұрпақтың бойына сіңіре алмай тұрып,
бірден пайғамбар, Құран деп Құдайға тартып кетсек, оның астында фундаменті жоқ деген нәрсе ғой. Ол барады да адасады. Қазақта бір сөз бар. Әулие аттаған оңбас дейді. Әже тәрбиесін көрген, кәке тәрбиесін көрген. Біздер ұрпақпыз. Біздер көбіне сол кісілердің тәмсілдерін, айтқан мақал мәтелдерін қатты ойлаумен жүреміз. Әулие аттаған оңбас дейді, болды, бір ауыз сөз. Ал оны қазіргі білгіштер, қазіргі ойсыз, ойменен, санаменен ойлайтындар әулиеменен моланы ауыстырып алды. Моланы аттаған оңбас деген сөз деп. Олай емес, ол әулие деген Құдайдың досы дейді. Әулие аттаған оңбас дейді. Сондықтан бірінші қай баланы да мұсылманшылыққа тәрбиелейміз десек, біз ата-бабаның айтқан сөзін қанына құйып, жүрегіне жазып барып тәрбие бермесек, біз жаңағы айтып отқан ұлттық код дейтін нәрседен айырыламыз. Ұлттық код дейтін нәрседен айырылғаннан кейін қалғанның бәрі бос әңгіме. Кім екеніңді білмесең, мына өмірден қазақ екеніңді білмесең, оның үстіне адай екеніңді білмесең, адайдан өткен бес жүйрікті білмесең, адайдан өткен әулие бекетті мойындамай тұрып, оны алған Құдай, оны алған діннің жолы. Ол тек сылдырмақ бос бір жаңағы жатқан бір соқпаққа түсіп алып кетіп барасың. Артың ор, алдың сор, екі ортада болдым қор деген сосын сол болады. Оның жемісін көріп жатыр қазір. Кешегі ғана Ақтауда осы біздің Бейнеудің баласы, және біз әке-шешесін танитын бала, ана 3 баласын бауызда өлтіріп тастады. Сол неге? Соның бойында жаңағы біз айтып отырған фундаментінде ешқандай фундамент қойылмайды, дін ұстағанның қырсығынан сол. Ал бартта балдарымды мына дүниедегі азаптан, олардан бір несі бар түсінігі, мен оны да зерттеп жүрмін. Мына дүниеге азаптан құтқарсақ, ана дүниеде жәннаттық болады екен деген бір ойлар бар қалыптасқан. Соны кетеді. Қарапайым, енді қарапайым тілменен түсіндіретін болсақ, Шәкәрім Құдайбердіұлы дейтін ұлы философ бар. Мына Абайдың немере інісі. Осы кісінің кітаптарын көп оқу керек балдар. Сол айтады, хақ мұсылман кім болмақ? Айтқан сөзі шын болмақ. Рақым, ынсап, ар, ұят, төртеуі болса дін болмақ дейді. Осы төртеуі болмай тұрып, діннің жолында жүрем дегенге мен келісе алмаймын. Себебі ол төртеуі болмаса адамшылық қасиет бола ма? Адамшылық қасиет болмағасын Құдай не керек адамға? Менің түсінігімде жалпы солай. Өзімнің кішкентай ғана ойым, жатсам тұрсам ойлайтыным осы біздің әлі ұлттық идеология дейтін орнына қойылмаған нәрсе. Ұлттық идеологияны орнына қою үшін мен ойлаймын, осы біздің қазақтың қазір зиялы қауым өкілдері дегендер бар ғой, жазушылар бар, үлкен ақындар бар, ғалымдар бар, бір отырып ақылдасу керек шығар. Бұл ұлттық идеология қайда баратыр? Біз неге осының туын тігетін уақыт болды? Жұмыла қазақтың баласы бір тудың астына жиналатын уақыт болды. Біз осы бағдарымызды алдымызға қойған бір үміттің шамы, білтесі қазір тек өшіп қалайын деп бейтіп, үпілдеп тұр деп бейтіп. Ал біз ол үміттің шамының білтесін дұрыстап жаға алмай тұрғанда ұрпақтың көкірегіне қайдан сәуле құя аламыз? Ұрпақтың көкірегіне сәуле құя алмаймыз. Сондықтан біз ең бірінші мәселе ұлттық идеологияны дұрыстап алуымыз керек. Жаңағы сен айтып отқан дінге көзқарасыңыз дегенменен жаңа қоғамға деген көзқарастың арасында өзі көп қайшылық жоқ нәрсе, екеуі жап-жақын нәрселер бәрі де қарап отырсақ. Біреулер қазір менің күйетінім осы діннің әртүрлі болған жағдайынан меніңкі дұрыс деген әңгімеге кетіп барды да бас сыйса алмай жатыр. Ал біз тағы да кешегілерімізге сүйенетін болсақ, осы Маңғыстаудың Бозаш түбегінде Қырымқұл Әбдіхун дейтін үлкен ғұлама шалымыз өтті. Мына Сәттіғұл Жаңғабылының арнайы Қырымқұл Әбдіхунға жазған дастаны бар, жыры бар. Сол кісінің мына
біліміне қатты таң қалып, осы кісінің ұрпақ тәрбиесіндегі сіңірген еңбектеріне өте жақсы баға беріп кеткен. Сол кісі енді біздің бәріңіз білесіңдер, мына қазақтың бірінші археологы деп, геологы деп ат беруіміз керек деп жүрген Көрпе Размағамбет ақын дейтін болған. Мына Шопан атаның қасында Қызылсу дейтін жерде әкесі Тұрмағамбеттің қолында білім алған, артынан сол репрессияның қудалауыменен Иран асқан, сөйтіп жүріп жоқ болған бір атамыз ол дейтін. Осы Маңғыстауда жер астында не бар, не жоқтың бәрін біліп кеткен. Сол екеуі де ғұлама адам. Сонда Көрпе Размағамбет дейтін атамыз бар, Қырымқұл Әбдіханнан сұрапты. Біздің иман шарттарымыздың бәрі қабыл болып жатыр ма деп. Иман шарт деп отқаны бұл жерде оқыған намаз, ұстаған ораза, жасаған құлшылық, барған қажылыққа барғандарымыздың бәрі қабыл болып жатыр ма осы деп. Сонда Қырымқұл Әбдіханның қасында бір озық ойлы шәкірт отыр екен, иншалла қабыл болып жатыр депті. Размағамбет ақын айтып, жоқ, мен бұған келісе алмаймын, бір ауыз сөзге келісе алмаймын. Тақсыр, сіз өзіңіз жауап беріңіз маған деп. Сонда Қырымқұл Әбдіхан не деп айтты? Размағамбет, өзің де біліп отырсың ғой, біз адасып келген пендемізге, Құдайдың жолын сұрап келген пендемізге таза жүр, біреудің ала жібін аттама, жатсаң тұрсаң тіліңде кәлимаң болсын дегеннен басқа не айта аламыз? Кімдікі дұрыс емес, ананың алдына барғанда белгілі болады ғой деп айтты дейді. Құдайдың алдында белгілі болады ғой деп айтты дейді. Ал сошалдардың сөзіне тоқтамай, сошалдардың айтқанынан пікір етпей, қазір иегіне сақал қойып, шалбарының балағын кесіп тастаса, мен бәрін білетін діндармын, теологпын деп адамдарға ақыл айтып, біздікі дұрыс, менікі дұрыс деп қырылысып жүрген бір қазақ. Ал осы менің көңілім толмайтын қоғамдағы тағы көрініс, тіпті ең күрделі мәселенің біреуі осы. Ал енді қазір ораза айы, қазіргі таңда ораза ұстаушы жастардың қатары көбейді. Сіз осы ораза ұстайсыз ба? Ораза бұл әрине адамның, әркімнің жеке басының құлшылығының бір түрі ғой. Оразаны ұстауды парыз қылған шығар, бірақ ораза ұстай алатын адамдар ұстау керек, ораза деген нәрсені. Мен мысалы денсаулығыма байланысты, мен бұрын 7-8 жыл қатарынан оразаны ұстап көрдім. Ораза дейтін құлшылық бұл өте жақсы құлшылық. Адамның бойы тазаруы, адамның ойы тазаруы үшін жақсы құлшылық ораза дейтін. Бірақ осы артынан денсаулығыма байланысты ұстай алмай қалып жүрмін. Оразаға келетін болсақ, енді бұл тағы да баяғы шалдарымызға жүгінеміз. Шалдарымыз қалай ұстады оразаны деген. Мен мына кішкентай балдардың бәрін ораза ұстатып жүреді деген менің ақылыма сыйыңқырамайтын нәрсе. Біріншіден, сабақтың мектепте оқитын білім алып жүрген балаға мешітке апарып ораза ұстатып қою дейтін үлкен қателік деп есептеймін. Ол күні бойы тамақ, ол қазір балдар емес, үлкен адамдар да сол күні бойы кешке дейін тамақ жемесек ораза деп ойлап жүр. Ол сөйтіп тамақ жемей аш жүреді, сосын кеште тамаққа тойып алса бірден ұйқысы келеді, сабақ қайда? Ертең сабақта мен мұғалімдерден естіп жүрмін, мысалы, балдар дейтін ораза ұстаған балдар бас айналып отырады дейді сабақта. Бұл дейтін не қандай құлшылық болса да адамға пайдасы болмаса, қоғамға пайдасы болмаса, ол құлшылық кімге керек? Кімге керек ол құлшылық? Сондықтан оразаны парқына, оразаның мән мағынасына барып ұстағанымыз абзал, дұрыс деп есептеймін. Осы мына не бар ғой? Бізде бір жақсы сөз бар. Мына осы Бейнеуде 5-ші ауылда Әбінтәліп дейтін бір молда ағамыз қосқұлақ өмірден өтті. Сол кісімен мен, сол кісінің жасаған дұғалары, баталары маған ұнап жүрді. Сосын сіз білімді қайдан алдыңыз деген сұрақ қойдым ол кісіге. Мен деп Бесқалада Таңжарық молдадан оқыдым деді. Әкем апарып оқыды деді. Сонда қалай оқығанда қалай басып оқыды?
Бұл оқығанда былай басталды дейді. Біздің оқу бірден тіліңді неге Құранға сындыру емес, бірден шариғат емес, бізге мынандай сұрақпен басталды оқу дейді. Тамаша ғой, қарашы. Басыңда не бар? Құлағыңда не бар? Көзіңде не бар? Мұрныңда не бар? Тіліңде не бар? Басымда тәж дәулет, құлағымда азан қаумет, жүрегімде нұр Мұхаммед, мұрнымда ырзық жәннат, тілімде кәлем шахадат, жүрегімде зікір салауат. Міне осындай нелермен бізді. Бірінші сабағымыз біздің осы болды. Адамның мүшесі жөнінде болған ғой сабақ. Ана мүшенің бәрін таза ұстау ғой сонда. Көріп тұрсың ба? Бәрі қасиетті нәрсе екен, бойдағы нәрсенің бәрі қасиетті нәрсе. Бәрін таза ұстау керек екен. Басыңда тәж дәулет, құлағыңда азан қаумет, көзіңде нұр Мұхаммед, жүзіңде иман, әдеп, тіліңде кәлем шахадат деп сөйтіп бастады. Содан кейін барып бізге әлгі жаңағы арабша жазуды жазып үйретіп, Құран оқуды үйретті дейді. Осыларды ойланып отырсаң, енді ораза дегенге келетін болсақ, ораза енді асқазанымызды, мына нәпсінің асқазанын жауып тастағаннан кейін енді тағы бір асқазанымыз ашылады ғой енді. Ол не асқазан? Біздің рухани асқазанымыз ашылады ғой. Ол аш қой, рухани асқазан. Ал ол рухани асқазанның азығын бермесек, кешке дейін аштан өліп қаламыз дейміз. Ал рухани асқазанның азығын беріп отырсақ, біз аштықты білмей қаламыз. Күннің қалай батқанын білмей қаламыз. Сосын тек тамақтан тыйылу деген кешке қарай әдемілеп стол жасап, ауызды ашуға талпынып асығып атады. Мен оның бәріне менің өз ойым келісе алмаймын. Мысалы, баяғы шалдарымыз атап, қазіргідей дастархан болмаса да, сол кезде ораза құлшылықтарын жасады ғой. Мен өзім көзім көрген кісіден себеп дейтін кәкеміз болды. Мына бірінші ауылдық дейтін жерде тұрды. Мен бала күнімде шырқыраған шілденің күнінде бір оразаның, мен үйге ауыз ашарға, ол кезде үлкен бір төредей шалдарды, ақсақалды кісілерге бір әке шешеміз ауыз ашар беретін еді ғой. Есекпен келіп атады, асатаяқтары болады, бір осы қырдың қадір қасиеті киелі шалдар сияқты қабылдаймыз жаңағылар. Солардың қолына су құюға асығамыз, келіндер соларға шай беруге асығады. Себебі сондай мәні бар нәрселер сияқты болып көрінетін еді. Сол кісінің мен ораза ұстағанын көрем. Бір күні ауыз ашарға шақырып барғанымда, өзінің бөлмесін ашып қалғанымда, кітап оқып, қолында тасбих отыр екен. Ассалаумағалейкум ата, кешке деп айтып үлгермеді. Маған қолымен сөйлеген жоқ, қолымен бар деді. Есікті жаптым да, мына жақта алтын дейтін әжеміз бар, әжемізге барып айтым, түсіндім. Менің ғибадатымды бұзба деген әңгіме екенін түсіндім. Сол кезде мен жетінші кәсіппін. Мына шалдың отырысын бұзып жіберуге болмайды екен-ау деп. Әжеме барып айттым, әже сосын жаңа атаға айтып жатырмын, сізді қолымен сізді нұсқат, сосын сізге айтып жатырмын кеште атаны ауыз ашарға, жақсы балам деді. Содан сол пікір етем, сосын ойлаймын. Бұлар көрдіңіз ба? Жаңағы тілдегі кәләм шахадатты, мұрындағы ырзық жәннатты, көздегі нұр Мұхаммедті, жүздегі иба әдепті, құлақтағы азан қауметті, бастағы тәж дәулетті, бәрінде дәретпен ұстап, көзді жаманнан тыйып, мұрынды жаман исті искеуден тыйып, құлақты өсек өтірікті тыңдаудан тыйып, жүректе зікір салауатын қашырып алмай, сөйтіп отырып ұстаған шалдар екен-ау оларды. Кәне осы, ал оның рухани асқазанның азығы ғой соның бәрі. Қазіргі кітап қой, кітап оқып жатсы екен күн ұзағына солар. Кітап оқып. Біз мына тәуелсіздік алғалы айырылып қалған нәрселеріміз ғой тағы. Кітап оқу, газет оқу дегеннен айырылып қалдық. Автоматты түрде айырылдық. Оған мынау, міне, бізді айырып түсіре қойды. Ал кітапты оқудың өзіндік ләззаты ол басқа нәрсе. Кітапты оқып, кітапты аяқтау дейтін. Біздің мектепте оқып жүргенде көшпенділер дейтін кітапты мұқабасы жыртылғанша, кітап көп емес сол кезде. Мұқабасы жыртылғанша мектеп аралап кетіп, класс аралап кетіп, зорға тауып алып, сөйтіп таласып оқитын ек. Қазір ең бірінші қиын
мәселе осы кітап оқу болып тұр. Ал осы эфиріміздің соңында бірнеше кітаптарыңыз бар жазған. Өзіңіздің өлеңіңізді оқып берсеңіз. Жақсы, енді өлең, кітап қазіргі таңда енді қатты құлшыныспенен, жаңа Есенғали ағаның бір сөзі бар, Есенғали Раушановтың, жаңағы осындай журналистке сұрақ қойғанда өлеңді неге жазасың дегенде, мен ұйықтай алмағасын жазам, сенің неге жазып жүргеніңді білмеймін дейді. Жаңағы сол айтқандай ұйқысыздық деген бәрімізде де бар, жаңағы бала күнімізден бір ауруымыз ұйқысыздық дейтін. Мен ұйықтай алмағандықтан емес, кейде бір осы адамның санасы, ойы апарып бір жерге тірейді ғой адамды, қайткенде соны ойланасың, қолыңнан келсе осы қоғамның жөнделгенін жақсы көресің, қазақтың баласының терезесі тең елдерменен қатар тұрғанын, бұның жөндейтін жолы қалай деп ойлайсың. Болмаса өлеңде тек бір уақытта жазыла бермейді ғой. Өлең әртүрлі жағдайда, әртүрлі қабылдауларда жазылатын нәрсе. Осы жақында бір мына Әмір Темір әфсанасы дейтін бір өлең жазып едім. Әмір Темір, Ақсақ Темір дейміз. Қазіргі біздің тарихымызға мына Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін салдырған деген шежіре тарихы бар. Бүкіл қазір әлем, бүкіл қазақ баласының астанасы, түркі әлемінің астанасы деуге келеді. Бұл Қожа Ахмет Яссауи деген кісі жайлы, әулие жайлы дейтін көптеген кітаптар. Күні кеше Түркістан қаласында сол кісінің жазған хикметтері, былай өлеңдерінен бүкіл оқушылардың арасында сайыстар болып жатыр. Осы бір мен де кейде ойлаймын, осы неге салдым деген, осы анау Әмір Темірге қандай бұйрықпенен Алладан сол салдым екен деп бір ойлап жүрген кезде жазылған өлең еді. Осы бағдарламамыздың соңында оқып берейін көпшілікке. Әмір Темір әфсанасы. Мен алтын таққа отырып, алтын тәж кидім басыма. Кіл сайыпқырандардан баһадүр нояндар жидым қасыма. Сөз өткізгем жоқ басымнан асыра. Жүзін шайып, суын қайырып, қас жауымның қанды жасына. Қыпшақы қайқы қылышымды жанғанмын қан тәңірінің асыл тасына. Бөлтіргімді бөрінің бауырына салдым, ұмай дегіздім. Барағымды қыранның бауырына салып құмай дегіздім. Тарпаң міндім, тұяғын ай күміспен тағалаттым. Таралғысын теріс астып, ауыздығын алтынмен буылатып, көздерін ай сәулесіне шаралаттым. Жылан патшалығынан сұлу алдырып, жебемді тілінің уынан алдырып, адырнамды аңыратып садағаттым. Киізге бенекті, шытыр торлы, аймауыт кидім үстіме. Жуан басы гауһардан, жұмыр шағы жауһардан, күріс ұстадым қолыма. Иілмеске есік ашпадым күштіге. Көк тәңірдің назары маған түсті де, Тұранның топырағын тұмарым дедім. Арыстан бапқа ат кідірттім де, кірдім күліп түнге. Әзіреті сұлтанды ұраным дедім. Шираз бен Исфахан шеберлерінің маңдайын терлеттім. Күмбезін көкке өрлеттім. Қабырғаларына шәріп мақамдарын зерлеттім. Аясына көк күмбезді ақ мешіт тұрғыздым. Түбір түркінің бетін бұрғыздым. О, Алла бағының зарлы бұлбұл еді. Хақ Мұстапаның гүл нұры еді. Хикметтермен қалыбыма қасиет бердім. Түбір түркіге өсиет бердім. Арыстан бапқа түнеп бар. Әзірет сұлтанға жылап бар. Тәңірге табынарымда менің де көз жасым тамған бұлақ бар. Шариғат шыңдарымен шарттассаң, мағрибат майданына өткізер. Тарихат тәубесімен анттассаң, ақиқат айдынына жеткізер. Шыққан күніңді мың періште көтерген, батқан күніңді мың періште қондырған. Түркістің қалаң болар, тұрандай далаң болар. Ей түбір түркінің
баласы Тәңір назарын саған бұрар, жүрегіңнің түбінде өшпейтін шыраң болар, қос дүниеңнің қорғаны болар, яссауиден қалған мұраң болар. Мен фәниден баз кешіп бақиғаттандым, сен сәулесін жұт ақиқаттаңның. Түбің түркі болар, түлігің жылқы болар, әулең ұран болар, кітабың құран болар. Бір қанатын айдың алтын сәулесіне шалдырған, бір қанатын күннің күміс сәулесіне қандырған, көк күмбезіңе барып қыран қонар, Түркістан киелі мұраң болар. Таңдайыңа татып, маңдайыңа ұлықтап алғын, Гүлістан бақтарынан, пейіш мұнараларынан мен әлемге күліп қарармын. Таңда Машқар майданында жаннан дем түскенде айналымға бір жұлдыз туады анау көк аспанда, үркер ауып ғаламнан таң асқанда, әлемге ғашықтық қана жарасқанда, Тәңір сесінен көзілгенді алап, сол жұлдыз тұрар 18.000 ғаламға менің көзіммен қарап дейді. Бұл енді жазылған өлең ғой. Жалпы болашақты елестетеміз ғой. Жалпы болашақ осы түркі жұртының бауырмашылығы мықты болса, түркі әлемінің тұтастығы болса деген бұрынғы алаштың ардагерлерінің бәрі армандап кеткен сол бағытта жазылған өлеңдер ғой. Аллаға рахмет. Осымен сыр сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Осындай сұхбатымыздың куәсі болып, айтарлықтай ой түйіндедіңіздер деген ниеттемін. Ағамызға денсаулық, отбасыңызға бақыт, творчестволық табыс тілейміз. Рахмет, айналайын, сау бол. Біз қоштаспаймыз. Келесі кездескенше аман сау жүріңіздер.